Сәлем достарым, қалдарыңыз қалай? Бізде 9-шы сабақ. Арада видео салмағанына көп болды. Енді үзбей салуға тырысатын боламын. Бүгін біз етістік, яғни көру деген етістікті өтетін боламыз. Ол жерде бізде watch, look, see деген етістіктердің айырмашылықтары және де алыстан немесе көз алмай қарау деген сияқты сөздермен танысамыз. Менімен видеоның соңына дейін бірге болып, ручка мен блокноттарыңызды дайындап, ағылшын тілінің жаңа бір қырларын, сырларын үйренуге тырысыңыздар. Тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ендеше достар, сабақты оқып бастайық. Бізде бірінші сөз look, яғни орысша анықтамасы тұр. Имеет значение смотреть на что-то, намеренно направлять свой взгляд. Яғни смотреть на что-то. Бір нәрсеге қарау, көру, намеренно направлять свой взгляд, көз қырын салу деген мағынада біз look деп ағылшынша қолданамыз. Екінші сөз see, ол орысшасы обозначает способность видеть в целом, а также используется в ситуациях, когда что-то попадает в поле зрения человека. Яғни бұл сөзде көру, қалау, көз қырын салу деген мағынада аударылады. Және де стрелкаға қарасақ, көзімізге стрелка кеп тұр, ал look те керісінше сыртқа қарап тұр. Енді үшінші сөз watch. Watch бұл используется в значении смотреть, наблюдать за чем-то деп тұр. Яғни look те смотреть на что-то болса, watch те наблюдать за чем-то болып тұр. Яғни мысалға көбіміз білетіндей watch TV деген сөзді естідік, ол теледидар көру деген мағынада қарапайым аударылады. Яғни бір нәрсеге қарау, мысалға телефонға қарау, теледидарға қарау деген watch сөзімен қолданылады. Жалпы достар, бұлай түсінікті болды деп ойлаймын. Осы үш сөзде көру, қарау дегенді білдіреді, ал жалпы ол жеке-жеке тоқталғанда басқаша сөйлемдерде қолданылады. Соған ерекше мән берген жөн. Енді біз осы көру, қарау деген сөздің әр түрлі эмоцияларда қолданылуын айтайық. Яғни көз алмай қарау, ренішпен қарау, ала көзбен қарау деген сияқтыларды ағылшынша қалай атайды екенбіз, қазір білетін боласыздар. Көру сөзінің әр түрлі эмоциядағы қолданылуы. Бірінші stare, пристально смотреть, яғни соған қадалып көз алмай қарау. Екіншісі glare, смотреть пронизывающе и сердито, яғни ашулықпен қарау, қызғандылық, ала көзбен қарау деген сияқты. Үшінші peer, всматриваться, яғни бастан аяқ қарап шығу, соған қарап тұру. Төртінші түрі glance, бросить беглый взгляд, яғни сверкнуть глазами. Ол көзін әр жаққа алып кету, яғни мысалға сен сол адамға қарайтын болсаң, ол басқа жаққа қарап алады деген сияқты оңай тілмен. Осымен достар, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті әрі оңай болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басыңыз.